мен өзім қысқаша таныстыра кететін болсам, Стамбакиев Нұржан Жақсылықұлы қазіргі уақытта Нұр Мүбарак Египет Ислам Мәдениет университеті, Алматы қаласында білесіздер, сол университетте аға оқытушы болып қызмет атқарамын, исламтану кафедрасында. Енді жалпы тақырыбымызға келетін болсақ, білесіздер, діни енді түсіндіру, ақпараттық жұмыс деген оның маңыздылығы, кез келген жерде, кез келген салада дұрыс ақпарат бармаған, жетпеген жерде дұрыс емес, бұрыс ақпараттар жайлайды, білесіздер. Ол кез келген дінге байланысты болсын, медицинаға байланысты болсын, кез келген салада өзінің дұрыс ақпараты жетпесе, ол жерге бұрыс ақпараттар жайлайды. Сондықтан да осы жалпы еліміздегі ақпараттық түсіндіру жұмыстарының да маңыздылығы осыдан байқалады. Енді дінге келетін болсаңыздар, енді білесіздер, қазіргі уақытта, енді тек қана қазіргі уақытта деп айтуға болмайды. Негіз тарихта қарасаңыздар, көптеген уақыттар жаңағы түрлі топтар болған, дінді түрлі түсіндіріп, түрлі бағытқа бөлінген ағымдар дейміз, топтар дейміз, ол тарихта да болған. Тек қана біздің осы 21 ғасырда Қазақстанда болып жатқан жағдай емес. Сол ислам тарихы, жалпы діннің тарихына қарайтын болсақ, дінді қате түсініп, өзгелерге сол дұрыс емес үгіттеп, соны бұрмалаған топтар ол қайбір уақытта да болған. Енді бізде өкінішке орай Қазақстанда да қазір сол дінді былай айтқан кезде исламның атын ұстанып, бірақ соны түрлі жан-жаққа бұрмалап жатқан топтар бар, білесіздер. Енді бұл жерде дін деп айтатын болсақ, ең бірінші дінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде айтады: "Мән юридиллаху бихи хайран юфаққиху фид-дин". Аллах тағала қайбір құлына жақсылық қалайтын болса, оған дінді терең түсіндіреді дейді. Яғни діни терең түсінік береді дейді, қайбір құлына жақсылық қалайтын болса деген хадис бар. Бұл хадисті қарайтын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дінді ұстану емес, дінді дұрыс түсініп ұстануға аса екпін беріп тұр, сондай маңыз беріп тұр. Көріп отырсыздар ма? Өйткені дінді ұстану деген ол бір нәрсе, оны дұрыс түсініп ұстану деген екінші нәрсе деген мәселе. Шында тарихта қарайтын болсақ, бұл жаңа айттық қой, ағымдардың тарихы ол бүгінгі уақытпен емес, сол ерте заманнан басталғандығын. Кезінде Хариджи деген топтар болған тарихта. Хариджи деген топтар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алдын ала сондай жағдай топтардың болатындығын айтып кеткен. Сол Хазіретті Али деген 4 сахабаның ішіндегі 4-ші халиф болған Хазіретті Али дейміз ғой. Қазақта да Хазіретті Али десе, оны танымайтын адам жоқ. Сол Хазіретті Али радиаллаху анхудың кезінде әсіресе сол кімдер, хариджиттер көп таралған. Сол хариджиттердің сондай қателескендігі, сондай бір артық кеткендері соншалықты, тіпті Хазіретті Али жаңағы Алидің өзін жәннатпен тірідей сүйіншіленген 10 сахабаның бірі болған Алидің өзін сен кәпірсің деп оның дінін сынаған адамдар болған. Тіпті сондай артықшылыққа барған. Қарап отырсаңыздар да, сол Алидің кезінде де сондай діни мәтіндерді қате түсінген топтар сол уақытта да болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткен сол бір хариджиттер деген топтар болады. Олар құлшылықтарда да ерекше, жаңағы намаз оразасында да алдына адам жан салмайды, бірақ түсініктері сондай қате болады, сондай адасушы топ болады деп айтып кеткенінде содан. Сондықтан жалпы құрметті әріптестер, бұл жерде маңыз беріп бірінші бастағым келіп отқан мәселе діни түсінік. Діни түсініктің маңызды болуы. Енді неліктен мынандай сұрақ туындауы мүмкін? Неліктен адамдар дінде түрлі топтарға бөлініп кетті деген сұрақ болуы мүмкін, себебі білесіздер, Құран, енді қайнар көздер бір ғой. Құран, сүннет, жаңағы пайғамбардың хадистері бәрі бір қайнар көздер. Бірақ неге адамдар онда түрлі топқа бөлінді деген кезде, сол жаңа айтып отқанымыз түсініктің жетіспеушілігінен адамдар бөлінеді. Қайбір дінді, жаңағы діни мәтінді, Құранда келген, хадисте айтылған тағылымдарды қате түсінген кезде сол жерде бөлінушілік орын алады. Кезінде Хазіретті Али, Хазіретті Али емес, кім? Абдулла, кім? Хазіретті Омар.
Омар ибн Хаттаб, жаңа сахабалардың 4 халифаның екіншісі болған Хазіретті Омар бір сұраққа өзі сондай бір сұрақтың жауабын іздеп, соған бір терең ойланған екен. Қандай сұрақ десеңіздер, Омар өз-өзіне айтқан: "Кайфа тахталифу хадихил умма ва набиюха вахид ва китабуха вахид ва қиблатуха вахида" деп келеді кітаптарда. Бұл үммет дейді, мұсылман үмметінің пайғамбары бір дейді. Бір пайғамбар, Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Кітабы бір, сол бір Құран. Сонымен қатар қыбласы, яғни сыйынатын, құлшылық ететін Раббылары бір дейді. Сондай бола тұра, қалайша бұл үммет түрлі топтарға бөлінуі мүмкін деген сұраққа жауап іздейді. Содан кейін өзі біраз сол сұрақпен ар ойланады, бер ойланады, содан кейін айтады, мүмкін емес, ол қалай бір кітапқа оқып, бір Аллаға табынып, бір пайғамбардың ізінен жүрген үммет ол түрлі топтарға қалай бөлінеді, ол мүмкін емес деген сондай бір өзі тұжырым жасап, кейін кімді шақырады? Абдулла ибн Аббас деген сахаба болған. Абдулла ибн Аббас сол Құранды, дінді терең түсінумен ерекшеленген сахаба. Сол кісіні өзіне алдыртады да айтады: "Я ибн Аббас, жаңағы сұрағын қояды. Бұл үммет дейді, біз ислам үмметінде кітабымыз бір ғой дейді. Қыбламыз бір, пайғамбарымыз бір. Ондай бола тұра, неге біз кейін топ-топқа бөліну, ол қалай орын алуы мүмкін?" деген сұрақ қояды. Сол кезде Ибн Аббас былай деп жауап берді: "Уа мүміндердің әміршісі, біз дейді сахабалар, сондай бір қауымбыз, Құран түскен кезде біз өзіміз тірідей куә болған қауымбыз" дейді. Яғни Құранның қай аяты қашан түсті, кімге түсті, кімдерге арналып түсті, қандай себеппен түсті, қандай мағынада түскендігін біз көрдік дейді көзімізбен. Білесіздер, мысалы Құранның 23 жыл түсу тарихы бар. Әрбір аяттың өзінің жеке түсу тарихы бар. Құран болып, былай бір кітап болып түсе қойған жоқ тарихта. 6000-нан астам аят қанша 23 жылға бөлініп түсті. Енді сол кімдер? Ибн Аббас айтады: "Біз сахабалар қауымы әрбір Құран аяттың қашан, қалай, кімге арналып түскендігін көрдік, білдік, түсіндік" дейді. Сонымен қатар пайғамбардың жанында болдық біз. Қандай да бір түсініксіз мәселелер болса, оның сұрағын пайғамбардан жауабын алып жүрдік дейді. Ал бізден кейін дейді, жаңа Ибн Аббас айтады, әлі көптеген мұсылман қауымдар келеді дейді, көптеген. Олар дінді біз сияқты тура жаңағы Құранның түсіп жатқан жерінен немесе пайғамбардың өз аузынан емес, дінді олар кітаптан таниды дейді. Яғни Құранды кітаптан оқиды олар. Және хадистерді, пайғамбардың сөз тағылымдарын олар кітаптан оқиды дейді. Кітаптан оққаннан кейін олар әркім өзінше түсіну мүмкін дейді. Әрбір мұсылман Құранда аятты оқып алып, өзінше, өз түсінігіне сәйкес түсіну мүмкін дейді. Сөйтіп әркім өзінше түсінетін болса, сол жерде бөлінушілік, жаңа топқа бөлінушілік, ағымдарға бөлінушілік сол жерде басталады деп Ибн Аббас түсіндіріп айтқан. Шынында, құрметті әріптестер, қарайтын болсақ, дін, ислам діні негізі бөлінушілікке шақырмайды. Құранда көптеген аяттар бар, жаңа Алланың дінін бірдей, бір болып ұстаныңдар, бөлінбеңдер деген, жаңағы мына қазақта сөз бар ғой, мақал. Бөлінгенде бөрі жейді деген. Сол мақал негізінде хадис, ол пайғамбардың тура сол арабшасы бар. Яғни біздің кейбір қазақтың жаңа өзіміздің мақалдарымыз, хадистердің аудармасы кейбір мақалдар. Сол пайғамбардың айтқан сөзі, ол саллаллаху алейхи ва саллям, бөлінгенде бөрі жейді деген. Яғни пайғамбардың сөздерінде, Құран аяттарында қарайтын болсақ, ислам діні қашанда бір болуға, бөлінбеуге шақырады. Бірақ неге мұсылмандар кейін барып бөлінді дейтін болсақ, оның себебі, негізгі себептерінің бірі ол жаңағы діни түсінік, тар түсінік дейміз ғой, дінді тар түсіну мәселесі. Әрқайсымыз осы жерде дінді өзімізге салып, өзімізше түсінетін болсақ, сол жерде түрлі топтар, түрлі бағыттар пайда болады. Сондықтан да ислам діні мына 4 мазхаб деген бар тарихта. 4 мазхаб деген біз мына қазақта Ханафи мазхабы ұстанамыз дейміз ғой, Абу Ханифа мектебі, Ханафи мазхабы. Енді бұны Ханафи мазхабының мағынасын, ол қандай не нәрсе екендігін осының алдында қанша жиындарда сіздерге түсіндірілген шығар. Жалпы Ханафи мазхабы дегеніміз мына 4 мектеп бар: Ханафи, Малики,
Шафиғи, Хамбали деген осы тарихта сонау исламның алғашқы кезеңдерінде қалыптасқан 4 құқықтық мектеп болған. Бұл 4 құқықтық мектептің негізгі мақсаты Құранда келген аяттардың әрқайсысын жеке-жеке зерделеп, қашан кімге арналып түсті деген жаңағы аяттардың әр мән мағынасын зерттеп, оны дұрыс мұсылмандарға, біздер сияқты қарапайым мұсылмандарға әркім өзінікіне тартып жаңағындай түрлі түсініктер болмасын деп, ғалымдар бір ортақ түсінік болу керек деген мақсатта Құран мен сүннетті зерттеп, бүкіл өмірлерін арнап сол 4 ұлы мектеп қалыптасқан тарихта. Жаңағы ол Ханафи мектебі, Малики мектебі, Шафиғи мектебі, Хамбали мектебі. Соның ішінде біз Қазақстан, Орта Азия жаңа мемлекеттері, Қазақстан бар, Қырғызстан, Өзбекстан, сол елдер, сонымен қатар Түркия, Үндістан сияқты жалпы мұсылман әлемінің 50%-нан астамы жаңағы айтып отқан Ханафи мектебі бойынша біз дінді ұстанамыз негізінде. Дұрыс емес, дәстүрлі емес бағыттар дейміз ғой бүгінгі таңда. Неге адамдар дәстүрлі емес бағытқа түсіп кетеді дейтін болсақ, өздеріңіз білесіздер, ешбір адам мен адасайыншы, осы дұрыс емес теріс бағытқа түсейінші деп ешкім түспейді. Білесіздер оны. Адам теріс бағытқа түссе де, оның теріс бағытқа екендігін білмей, байқамай түседі.